Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің жасайтыным кимешектің түндігі. Бұл жерде екі түрлі түндік жасалынып отыр. Біреусі үстіндегі жамылғысы, байлаушы алынып салынатын, жууға өте ыңғайлы, үтіктегенге де бәріне. Одан кейін жасалынып отырған матасы жібек мата, жұмсақ, өте нәзік. Негізгі түпкі матасы киіз, ақ киіз. Кимешегіміздің күндігінің үстінен жабылатын, драпироваться етілетін жабуы, платоғы. Соны біз метр, мына жерде 1 метр 30 сантиметр аламыз. 30 сантиметр. 1 метр 30 сантиметр аламыз. Екінші жағына тура сондай 1 метр 30 сантиметр аламыз. Түндігіміздің основной матасын осылай жасанды киізден кесіп аламыз. 2 қабаттап. Соны тігіп шығамыз. Түндігіміздің биіктігі 8-10 сантиметр. Оның сыртын біз атласпен қаптаймыз. Өйткені атлас мықты қаттырақ мата. Міне жолақшамызды дайындап болғаннан кейін, соның үстіне жаңағы жаулығымызды центріне қойып, әдемілеп қатпарлап, келтіріп, бәрін көктеп, әр қатпарын тігіп шығамыз. Бұл біздің бірінші түндігіміз. Осыдан кейін барып, уже екінші түндігімізді жасаймыз. Мен енді екінші түндігімізді, оны да жаңағы жолақшамызға басын біріктіріп тігіп тастаймыз. Бұл жерде енді драпировкасы аз болады, бірақ қабат. Енді оны жаңағы бірінші атласпен екі жағын тігіп, дайындап, одан кейін барып жаңағы ақ жаулыққа біріктіріп тігіп тастаймыз. Одан кейін барып, уже көмкеріп, біз мына жерде кішкентай болсын, мына драпировкасы әдемі болып тұру үшін, мына екі атластың ортасына синтепон қостық. Кішкене болсын, көтеріліп, әдемі болып тұрады, томпиып. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне атлас матамыз только алдына ғана жасалынып отыр. Біріншіден бәрін тікпес бұрын көктеп, булавкалармен қыстырып алған дұрыс. Сол кезде өзіңізде қиналмайсыз тіккен кезде. Астыңғы жағына осындай шілдер қоям деп ойладым. Мына жеріне кособейка кетеді. Бұны алып, салып, жуып тұруға болады. Сол үшін осындай жасап жатырмын. Мынаның екі жақ шетін үстіп тігіп тастаймыз. Екі шетін. Енді мынаның бәрін кособейкамен тігіп шығу керек. Полностью кособейка өзіміз қолдан осы матадан жасадық. Сонымен тігіп шығамыз.
екі жағын да бітірдік. Әдемі болды. Енді қопағымызға саламыз. Түндігіміздің үстіңгі жаулығы алмалы-салмалы қылу үшін артынан екеу, үстінен астынан. Алдынан тоже 2 штук осындай кнопкаларды тігіп қоямыз. Қазір кезде кнопкалардың пластмасса түрі тоже бар. Оны мен байқамадым. Сондықтан мынандай темір кнопкаларды тігіп отырмын. Кимешегімізді қазір көрсетейін. Қалай істеген формасын осындай қылдым. Келе салып. Осылай. Оның сыртына келетін затын кейін жуып шайып тазалағанға өте ыңғайлы. Сондықтан осыны осылай жасадым. Шешіледі. Жинап тастадым. Қырған кезде осылай. Міне шықпылы. Сосын арқасында 2 кнопкалар бар. Кірлеген кезде оңайырақ. Сөйтіп жабыла салады. Осылай келеді. Өте ыңғайлы. Киген кезде де. Міне түндігімізге шілдерлерін тігіп, бәрін әдемілеп қойдық. Енді үстін моншақтармен, әркім бисермен, тастармен көмкеруге болады. Мен мына жерде ақ моншақтармен көмкеріп жатырмын. Мына жерде өздеріңіз қарағандай, мынау алмалы-салмалы кнопкалармен ұсталынып тұр. Бұл өте ыңғайлы. Міне біздің түндігіміз бітіп, Таня қызымыз басына киіп жатыр. Апа болып. Өте керемет, өзіне жарасып тұр. Мынау екінші түндігіміз. Арқасы міне төгіліп тұр. Осымен видеомыз бітті. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман есен болайық.